Қазақстанның еңбек нарығында жұмысшы техникалық мамандықтар қашанда сұранысқа ие. Мәселен, құрылыс саласының сан қилы мамандығын таңдаған түлектің жұмыс табандығы анық. Сондай-ақ машина құрылысында еңбек етуге ниетті жастар да қол қусырып қалмайды. Ал тау-кен, мұнай-газ саласындағы мамандықтарға сұраныс қазіргі экономикалық жағдайларға байланысты төмендеген. Жалпы жұмыспен қамту саясатында елімізде қалай жүзеге асырылуда? Тілші әңгімесінде толығырақ. Атырауда жылына 11 000 шақырым оптикалық талшық кабель шығаратын зауыт жуырда ғана пайдалануға берілген болатын. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы бойынша іске қосылған жаңа кәсіпорынға 50 адам жұмысқа орналасты. Солардың бірі Елдар Әжібаев. Ол тұрақты жұмыс тапқанына дән риза. Жұмысым өзіме қатты ұнайды. Тұрақты және жалақылары уақытылы беріледі. Жұмыс мұқияттылықты талап етеді, сондықтан барлығын тұрақты түрде қарап отыру тиіс. Бірқатар шымкенттік мамандарды тұрақты нәсіп көзін тапты. Шаһарда өткен бос орындар жәрмеңкесіне 216 кәсіпорын мен мекеме қажетсініп отырған жұмыс орындарына үміткерлердің құжаттарын қабылдады. Ұсынылған 2097 орын болса, мұнда келгендердің қатары 3000-нан асып түскен. Негізінен техникалық мамандық иелеріне деген сұраныс жоғары. Шымкентте жыл басынан бері түрлі бағдарламалар аясында 8000-дай азамат жұмысқа орналасқан екен. Бұл үрдіс жалғаса береді деді жұмыспен қамту орталығының өкілдері. Мемлекеттік мекеме бар, кәсіпорындар бар, солардың ұсынысына қарай біз жастарды жұмыспен қамтып, осы елбасымыздың қолдауы арқылы біз 599 жас түлектерді жұмыспен қамтып отырмыз. Соңғы жылдары елімізде жұмысшы мамандықтармен қатар тың технология мамандарына деген сұраныс артқан. В мире, если идет кризис, әлемде дағдарыс болып жатса да, оның салдарын барлық сала сезініп жатқан жоқ. Жаңа білімді, жоғары білікті еңбек күштерін қажет ететін экономиканың жаңа секторларында дағдарыс жоқ. Сондықтан біздің экономикалық саясаттың бір бағыты қазақстандықтардың қабілеті мен машығын арттыру. Соңғы жылдары Қазақстанда IT технологиясы саласындағы отандық жобалар 2 есеге артты. Меніңше қазіргі жағдай керісінше бұл саланы дамытуға мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан IT саласы алдағы уақытта дами түседі деген ойдамын. Егер кейбір ірі кәсіпорындарда жұмыс сағаты қысқаратын болса, оның орнын толтыру үшін мемлекет тарапынан субсидия бөлу қарастырылып отыр. Біліктілігі жоғары мамандарға мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Алдын ала берілген мәліметке сүйенсек, бұл мақсатқа шамамен 1 миллиард теңгеге жуық қаржы бағытталмақ. Достық Талғатұлы, Арыстанбек Кенже, Әбдез Рахман, Аят Дүйсенбаев, қорытынды жаңалықтар.